Сәлеметсіздер ме? Есеп. Әжесі немерелеріне арнап бірдей 3 қораппен бауырсақ, кәмпит, жаңғақ әкелді. Қораптардың сыртында бауырсақ, кәмпит, жаңғақ деген жазулар бар. Әзілдегенді ұнататын әжесі әр қораптың ішіндегі затты ауыстырып салып қойды. Сыртындағы жазу ішіндегі затқа сәйкес келмейді. Алайда кәмпиттің жаңғақ деген қорапқа салынбағаны әжесінің есінде. Олай болса, жаңғақ қай қорапта? Есепті шығарып көрейік. Әжесінің әкелген бауырсағы, кәмпиті, жаңғағы міне. Ал мынау қораптар және қораптардағы жазулар. Біз әр қораптың сыртындағы жазу ішіндегі затқа сәйкес келмейтінін білеміз. Сәйкес келмейтін белгілерді біз мынандай үзік сызықпен белгілейміз. Мынау сәйкес келмейді. Мынау да сәйкес келмейді. Жаңғаққа сәйкес келмейді. Үзік сызықпен белгіледік. Кәмпиттің жаңғақ деген қорапқа салмағаны әжесінің есінде екені белгілі. Ал енді қараймыз. Кәмпит деген жазу бар қорапқа салынбаған. Және ол жаңғақ деген жазу бар қорапқа да салынбаған. Олай болса, кәмпит, бауырсақ деген жазу бар қорапқа салынған. Ал енді қарадық, кәмпитті таптық. Бізден сұрайды, жаңғақ қай қорапта дейді. Жаңғағымыз жаңғақ деген жазу бар қорапқа салынбаған. Бауырсақ деген жазу бар қорап болса емес, оның ішінде кәмпит бар. Ал олай болса, жаңғағымыз кәмпит деген жазу бар қорапта. Осы қорапта болғаны. Ал бауырсағымыз онда жаңғақ деген жазу бар қорапқа салынады. Есептің жауабы жаңғақ, кәмпит деген жазу бар қорапқа салынған. Мына есепті шығарып көріңіздер. Балжан, Күләш және Жадыра есімді 3 қыздың ақ, көк, сары түсті көйлектері және дәл осындай түстегі ақ, көк, сары түсті аяқ киімдері бар. Күләштің көйлегі мен аяқ киімінің түсі бірдей. Балжанның аяқ киімі ақ болғанымен көйлегі ақ емес. Сұрақ. Күләш пен Жадыраның аяқ киімдерінің түсі қандай? Бұл есепті шығару үшін мынадай кестені қолданамыз. Мына қыздардың аттары Балжан, Күләш, Жадыра. Көйлектерінің түстері мұнда жазылады. Аяқ киімінің түстері жазылады. Бізге есепте белгілі болғаны Күләштің аяқ киімі мен көйлегінің түсі бірдей. Ал Балжанның аяқ киімі ақ, бірақ көйлегі ақ емес. Есептің сұрағы Күләш пен Жадыраның аяқ киімдерінің түсі қандай? Есепті шығарып, комментарийге жаз.